Омыртқаны түзететін кеудеше артрит U1. Омыртқаны түзетуге және оған түсетін жүктемелерді азайтуға арналған жилет. Медициналық микросфералардан жасалынған ауруларды емдейді және ауруларды алдын алады. Және келесі ауруларды қолдану қажет. Омыртқа ауруларында остеохондроз, остеопороз, сколиоз, кифоз, лордоз, омыртқаның деформациялары болса, омыртқаның қисайғаны болса, омыртқаның ревматоидтық аурулар болса, омыртқаның неврологиялық аурулар болса, грыжа, протрузия. Армысыздар, құрметті жерлестерім, аман есенсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Алмас Дүкенбайұлы, мануалды терапевт және зерттеуші, биология, биохимия, биофизика, медицина және басқа салалардың зерттеушісі. Бұл бейнеде мен сіздерге медициналық микросфералардан жасалынған жилеттің көмегімен түрлі омыртқа ауруларынан және бұлшықет ауруларынан біржолата емделіп кетуге болатындығын айтамын, және көптеген ауруларды алдын алуға болатындығын айтамын. Осы бейне роликті бастар алдында сіздерге айтатын, дәл осы бейнеге астына лайкты қойып жеріңіздер. Өйткені мен сіздерге көптеген жылдар бойы тәжірибеде дәлелденген практикалы және пайдалы материалдарды ғана айтамын. Және маған сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды әрі қажет. Бұл бейнені соңына дейін көріңіздер. Медициналық микросфералар ауруларды қалай емдейтін және ауруларды алдын ала алатындығын түсіну үшін және ең бастысын әрі маңыздысын мен сіздерге осы видеоның соңында айтамын. Медициналық микросфералардан жасалынған артрит жилетінің емдік әрі ауруларды алдын алатын емдік қасиетін түсіну үшін мен сіздерге микросфералардың не екендігін және олардың ағзаға, денсаулыққа келтіретін пайдасын айтып кетеймін. Микросфера дегеніміз бұл табиғи минералдардан құйылған, полевой шпаттан және кварцтан құйылған натрий бурый силикатты микрошариктер, домалақ шариктер, шыны шариктер, ортасы қуыс, сырты диоксид кремниймен қапталған және көптеген сілтілі компоненттер бар. Крахмалдан мың есе ұсақ болып келеді. Микросфералардан биорезонанстық терапиялық, инфрақызыл терапиялық, физиотерапиялық, косметологиялық, спа терапиялық әсерлер бар және антисептикалық, иммуномодуляциялық қасиеттер бар. Ал енді мен сіздерге осыны бір деп айтайын. Биорезонансты терапиялық әсерін түсіну үшін мен сіздерге биорезонансты терапия дегенін не екендігін айтып кетеймін. Биорезонансты терапияны 20 ғасырдың басында немістің ғалымы Ройлд Реймонд Райф шығарған. Ол кісі ультрафиолетті микроскопты шығарып және микроманипулятор кішкентай жасап, осы құралдардың көмегімен ол тірідей микробтарды бірінші көрді. Бактерияларды, вирустарды, грибоктарды, паразиттарды. Және осы құралдардың көмегімен ол әрбір микробтардың электромагниттік тербелісінің жеке сәулелерінің спектрлерін тапты. Бұны түсінгеннен кейін Ройлд Реймонд Райф әрбір микробқа, бактерияға, вирусқа, грибок, паразитқа өзінің электромагниттік тербелісіне сәйкес тоқ бере бастады. Электрикалық тоқ бере бастады. Бұны істеген кезде микробтарды резонансқа әкелді. Бұны түсінген Ройлд Реймонд Райф микробтардың электромагниттік тербелісінен жоғары тоқ бере бастады. Бұл резонанстық қақтығысқа әкелді және микробтардың өлуіне әкелді. Және маңайындағы жасушаларға, ткандарға, мүшелерге ешқандай зиян келмеді. Осы әдіспен Ройлд Реймонд Райф адам ағзасындағы көптеген ауруларды емдейді.
1934 жылы Калифорния медициналық университетімен бірге Royal Tremont Drive рак ауруымен ауыратын 3-4 степендағы стадиядағы ауруларды емдейді. Осы емдеу процесінде Райфтың емдеу әдісімен емделген аурулардың барлығы 100% емделіп шығады 4 айдың ішінде. Бірақ Райфтың ары қаратай тағдыры өкінішті болды. Себебі фармакологиялық компаниялар Райфтың технологияларына қарсы болды. Өйткені олар өздерінің болашақ экономикалық мүдделерін қорғау үшін Райфтың технологияларын келтірмеуге қолданысқа тырысты. Райфтың лабораториясын жойды. Райфтың өзін түрмеге отырғызды. Бұл туралы көбірек білгілеріңіз келсе, интернеттен тапсаңыздар болады, көрсеңіздер болады. Мен айтайын дегенім, мына микросфералардың молекулалары теріс зарядтармен, теріс зарядталынған иондармен орналасқан. Денемен контакт болған кезде осы теріс зарядталынған иондар биологиялық мембраналарымыздан өтеді, теріден, тканьдардан қанға сіңеді. Қан жүйесінде бұлар біздің қызыл қан түйіршіктердің молекулаларын теріс зарядпен қуаттандырады. Эритроциттардың молекулалары олар тек қана теріс зарядтың арқасында ғана жылжиды, жылжымалы болады. Эритроциттар олар бізге әрбір жасушаларымызға, мүшелерімізге оттегі әкеледі, одан кейін қоректі заттар әкеледі жасушаларға, және жасушалардың ішінен көмірқышқыл газ бен тамақтың қалдықтарын шығарады, және басқа да көптеген зат алмасу процесіне қатысады ағзадағы. Осылайша теріс зарядталынған иондар ағзамызға, денсаулығымызға оң әсер етеді. Қан айналымын жақсарады, қан айналымының жылдамдығы жоғарылайды. Артериялық веноздық қан тамырларында қан айналымы жақсарады. Капиллярлық микроциркуляция қалпына келеді, бұзылған. Жасушалар жеткілікті мөлшерде оттегі, қоректі заттарды алады, және жасушалардың ішінен көмірқышқыл газ бен тамақтың қалдықтары шыға бастайды. Яғни зат алмасу процестерінің барлығы бұзылған, қалпына келеді, метаболизм қалпына келеді. Бұл клеткалардың регенерациясын жақсартады, ауырсыну мен қабыну жоғалады. Жаңағы желеттің ішіндегі микросфералар осылайша сіздің мысалы сколиозыңыз болса, сүйек омыртқасын түзетіп береді. Сүйек омыртқалар жеткілікті мөлшерде қоректі заттарды алса, оттегін алса, әрине оның барлығы қалпына келеді. Барлық зиянды заттардың барлығы шықса, одан артық қоған не керек? Сүйектерге жеткілікті мөлшерде оттегі мен қоректі заттар керек. Сол сияқты бұлшықеттерге де тура сол зат алмасу процесі дұрыс болу керек. Қай жерде болсын, сүйек болсын, бұлшықеттер болсын, барлық жерде жасушалар бар. Жасушаларға тамақ керек, оттегі керек, және тамақтың қалдықтары, көмірқышқыл газдар шығып тұру керек. Яғни мына зат алмасу процесі дұрыс болу керек. Енді биорезонанстық терапиялық әсерді осы жерде мен сіздерге түсіндірейін. Осы жерден бастап. Біздің қан, лимфа, тканевая жидкость, тканьдің арасындағы сұйықтықтар, жасуша аралығындағы сұйықтықтар, бұлардың барлығы электролиттер. Электролиттер барлық сұйықтықтарды айтады. Егерде ол сұйықтықтардың ішінде электрикалық зарядталынған молекулалар немесе атомдар бар болса, ал біздің
жаңағы қандың эритроциттары, олар теріс зарядталынған иондардың арқасында ғана жылжиды. Барлық денемізде барлық мына зат алмасу процесі теріс зарядталынған иондардың арқасында болады. Мысалы, жүректің қағысы, біздің басқа бұлшықеттің несі тоже жұмыс істеуі, біздің ойлау қабілетіміз, ойға сақтау қабілетіміз, барлық біздің мына жүрісіміз, тұрысымыз барлығы осыған теріс зарядтарға байланып тұр. Теріс зарядтар мына қызыл қан түйіршіктерді жүргізеді. Былай айтқанда, қысқаша айтқанда, физика заңы бойынша теріс зарядталған егер де бір полярлы зарядтар кездесетін болса, жақындайтын болса, олар бір-бірлерінен итеріледі. Біздің жағдайымызда, мына қан жағдайында, мына эритроциттардың молекулалары теріс болған кезде, олар бір-бірлеріне жақындайды, содан кейін жақындаған кезде итеріле бастайды. Осылайша бұлар қан айналымын қамтамасыз етіп тұрады. Қан айналымды, лимфа сұйықтықтарының айналымын, жасуша аралығындағы сұйықтықтардың айналымын жүріп тұруын бұлай қамтамасыз етіп тұрады. Осылардың арқасында дененің қалыпты тұрақтылығын сақтап тұрады. Мына кислотно-щелочное равновесие дейді. Одан кейін тағы неме, температура, сахар, тағы неме, обмен веществ. Осының барлығы біздің электролиттердің тығыздығы жоғары болса, осылай болып тұрады. Ал егер де біздің электролиттеріміздің тығыздығы төмен болса, иондары теріс зарядталынған молекулалары аз болса, әрине оның барлығы бұл жұмыстар төмендік болады. Мысалы, мына аккумулятор отырып қалған машинаның жарығы нашар жанады, магнитофон нашар сөйлейді, машинаның от алдыру қиын болады. Сол сияқты ғой тоже. Біздің ағзамыз тоже бұл биологиялық аккумулятор айтсақ болады, аккумулятор деп айтсақ болады. Сондықтан, егер де біздің электролиттеріміздің тығыздығы көп болған кезде, осы микросфералардың көмегімен бұлар денемізде теріс зарядталған иондарды көп жинаған кезде, бұлар зиянды бактерия, вирус, грибок, паразиттардың өмір сүруіне қолайсыз жағдайды жасай бастайды. Оларды басып отырады, көбейтпей басып отырады, жаңағы нелерді, зиянды патогенді микрофлоралардың барлығын. Кейбірі шамалар келгенше, кейбіреулердің егер де тығыздық көп болса, әрине біздің денемізде кейбіреулері жоқ болады, кейбіреулердің колониясын көбейтпей басып отырады. Яғни теріс зарядталынған иондар қан жүйемізде, біздің электролиттерімізде көп болған кезде біз қуатты боламыз. Бұл қуат, және бұл қуат микробтардың жеке электромагниттік тербелісінен жоғары болады. Жоғары болады да, бұларды басып отырады. Осылай микросфералар биорезонанстық терапиялық әсерін жасайды. Екінші, микросфералардың инфрақызыл терапиялық және физиотерапиялық әсерлерін түсіндіріп кетейін. Біздің денеміз 12 жүйеден тұрады. Бұл иммундық жүйе, тірек қимыл жүйесі, асқазан мен ішек жолдарының жүйесі, репродуктивтік жүйесі, тағы да осы сияқты басқа жүйелерден тұрамыз. Бұл жүйелер бір немесе бірнеше мүшелерден тұрады. Мүшелер
триллиондаған клеткалардан тұрады, жасушалардан. Осы жасушалардың барлығы дұрыс жұмыс істеп тұру үшін оларға қуат қажет. Біздің ағзамызда қуатымыз жеткілікті болса, жеткілікті мөлшерде болса, жасушалардың ішіндегі барлық зат алмасу процесстері дұрыс болады. Қуаттың көзін біз жеміс-жидектерді, көкөністерді, солардың шырындарын шикі түрде жеген кезде, ішкен кезде, олар бізге теріс зарядталған ион түрлерінде келеді. Теріс зарядталған иондар шикі жеміс-жидектердің, көкөністердің, солардың шырындарының, минералдарының, микро-макро элементтердің және басқа да денсаулыққа пайдалы заттарының молекулаларынан және атомдарынан келеді. Сонымен қатар теріс зарядталған иондарды біз ауамен демалған кезде аламыз, немесе жалаңаяқ жермен жүрсек аламыз, немесе судан аламыз, егер бұл табиғи таза су көздері болса. Қуаттың тағы да екінші түрі бар. Бұл химиялық АТФ энергия. Химиялық энергия АТФ. Бұны бізге жасушалар өндіріп береді. Жасушалардың ішінде митохондриялар деген органелла бар, бактерия бар. Осы бактерия, органелла бізге химиялық АТФ энергиясын, қуатын өндіріп береді. Осы АТФ энергиясын өндіру процесінде жасушалардың ішінде электромагниттік тербелістер, колебаниялар, электромагнитный колебаниялар пайда болады. Электромагниттік тербелістің спектрлерінде инфрақызыл сәулелер пайда болады. Біздің денемізден шығатын жылу осы инфрақызыл сәулелерден шығады. Жоғарыда айтылып кеткендей, микросфералар, артроид микросфералар бұл шыныдан жасалынған ортасы қуыс микрошариктер. Сырты диоксид кремниймен және көптеген сілтілік компоненттермен қапталған. Бұл осы шариктердің бір қасиеттері адам денесінен шыққан жылуды өздерінің бойына қабылдайды да, жинайды да, және оны келген жағына кері қайтарады. Кері қайтарылған инфрақызыл сәулелер біздің денемізден шыққан жылуымыз біздің денемізге 7 сантиметрге дейін тереңдікке дейін барады. Және сол барған жерлерінде біздің мүшелердің, ткандардың, жасушалардың ішінде 1-2 градусқа температураны көтереді. Температура көтерілген кезде жасушалардың ішінде және қан тамырлардың ішінде атеросклеростық қан тамырлар болды, бітеліп қалған. Одан кейін лимфа жүйелер тоже тұрып қалады, застой лимфа болып. Одан кейін жасушалардың ішінде тоже неше түрлі тамақтың қалдықтары қалып қалады. Осының барлығы температура көтерілген кезде жылиды, ериді, жібейді. Соның бұлардың барлығы мына шығару жүйесінің мүшелері арқылы шығады. Мысалы, тері арқылы, одан кейін кіші дәрет арқылы, үлкен дәрет арқылы, осылай жаңағы тамақтың қалдықтары, атеросклеростық сосудтардың барлығы, бляшкалардың барлығы еріп, сол шығады. Және де мұрын арқылы, ауыз арқылы осылай шығып, ептеп, осының барлығы керек емес, ағзаға керек емес зиянды заттардың барлығы шығып отырады, тазарып отырады ағзаның. Жоғарыда айтылып кеткендей, осы артроид микросфералардың молекулалары теріс зарядтарға бай. Жилетті киген кезде осы теріс зарядтар біздің биологиялық мембраналардан өтеді де, қанға, ткандерден өтіп қанға сіңеді. Қандың құрамында қызыл қан түйіршіктер бар. Қызыл қан түйіршіктердің көмегімен жасушаларға оттегі барады, және
коректі заттар барады, және жасушаның ішінен көмірқышқыл газ бен тамақтың қалдықтары шығады, жасушадан қалған. Яғни зат алмасу процестерінің барлығы дұрыс болып тұрады осы жасушалар жүріп тұрған кезде. Ал бірақ бұл жасуша жүру үшін бұған да қуат керек. Қызыл қан түйіршіктердің жүріп тұруына теріс зарядталынған иондар қажет. Теріс зарядталынған ион дегеніміз бұл молекула немесе атом жетпей тұрған электрондармен. Біздің жағдайымызда бұл теріс зарядталынған иондар. Осы теріс зарядталынған иондардың көмегімен қан айналымы қамтамасыз етіледі ағзада, және лимфа жүйедегі лимфаның айналымы қамтамасыз етіледі, және жасуша аралығындағы сұйықтықтардың айналып тұруы тоже қамтамасыз етіледі осы теріс зарядталынған иондардың көмегімен. Яғни біздің қанымыз, лимфамыз, жасуша аралығындағы сұйықтықтардың барлығы бұл нағыз электролиттер. Осы электролиттардың тығыздығы жоғары болса, ағзамызда, яғни зат алмасу процестерінің барлығы дұрыс болады, қалыпты болады. Электролиттердің тығыздығы дегеніміз бұл мына теріс зарядталынған иондардың қанымыздың, лимфамыздың, жасуша аралығындағы сұйықтықтардың ішіндегі көп болуы. Ал егер олар аз болса, теріс зарядталынған иондар, яғни мына зат алмасу процестерінің барлығы ағзамызда баяулап қалады. Қан айналымының жылдамдығы төмендеп қалады, лимфа айналмай тұрып қалады. Бұл жасушаларға жеткілікті мөлшерде оттегіні және қажетті қоректі заттарды жеткізе алмауына әкеледі, және жасушалардың ішінен көмірқышқыл газ бен тамақтың қалдықтары жеткілікті мөлшерде шықпай қалады. Зат алмасу процестерінің барлығы бұзыла бастайды. Көптеген созылмалы аурулар бірінші симптомдар, әртүрлі симптомдар болып келеді. Одан кейін солар өздері келеді. Осылайша адам денесінен шығатын жылумен және артериалдық микросфералардың осындай мүмкіндіктерінің арқасында инфрақызыл терапиялық және физиотерапиялық және биорезонанстық терапиялық әсерлер пайда болады. Ал енді қымбатты жерлестерім, сіздерге артериалдық жилетінің микросфераларымен антисептикалық, яғни бактерия, вирус, грибоктарға қарсы және иммуномодуляциялық қасиеттері қалай пайда болатындығын айтып кетейін. Жоғарыда айтылғандай, микросфералар адам денесінен шыққан жуды өздерінің бойына жинайды, және оларды жиналған күйінде келген жағына кері қайтарады. Инфрақызыл жылуды кері қайтарады. Жылуды кері қайтарған кезде инфрақызыл жылулар адам денесіне 7 сантиметрге дейін тереңдікке дейін барады. Кері қайтарылған инфрақызыл сәулелердің жылуынан біздің мүшелерде, тканьдарда, жасушаларымызда температура көтеріледі. 1-2 градусқа дейін. Температура көтерілген кезде ағзада иммундық жүйеміз, біздің интерферон деген иммундық белоктар, иммундық көмекшілерді өндіре бастайды, шығара бастайды. Және бұл интерферондар альфа, бета, гамма интерферондар болады. Осындай 3 түрлі интерферонды өндіреді. Осы альфа, бета, гамма интерферондар біздің жасушаның ішінде зиянды вирустарға қарсы, олардың көбеюіне қарсы жұмыс істейді. Оларды көбеюін блокировать етеді, және кейбір бактерияларға қарсы тұрады. Кейбір бактериялардың түрлеріне қарсы тұрады осы интерферондар. Осылайша антивирустық қасиеттері пайда болады микросфералардың. Микросфералардың антибактериалдық қасиеті
жоғарыда айтылып кеткендей, микросфера дегеніміз бұл микрошариктер, ортасы қуыс, ұсақ шариктер, домалақ шариктер, шыны шариктер. Осы шариктердің сырты диоксид кремниймен және көптеген сілтілі компоненттермен қапталған. Осы айтылып кеткен заттар жилеттің сыртына, ішіне шаң кенелерді немесе басқа да микроорганизмдерді келдірмейді, жолатпайды. Артрейд микросфералар иммуномодуляциялық қасиеттерге иммундық қорғаныс жүйесінің жұмысын жақсарту арқылы қол жеткізіледі. Бұған иммундық жасушаларды белсендіру, иммундық компоненттердің айналымын жақсарту және иммундық жүйені стресске төзімділігін арттыру арқылы қол жеткізіледі. Құрметті жерлестер, міне осындай терапиялық әсерлермен және антисептикалық иммуномодуляциялық қасиеттермен медициналық микросфералардан жасалынған артрейд жилеті емдік пен ауруларды алдын алатын қасиеттерге ие болады. Міне, құрметті жерлестер, осындай жилетті немесе басқа да артрейдтің өнімдерін алатын болсаңыздар, бұл сіздердің жеке үй дәрігерлеріңіз болады, өмір бойы ауруларыңызды емдейді біржолата және ауруларды алдын алады болашақта. Құрметті жерлестер, жаңағы бағана айтып кеттім ғой мен, косметологиялық, спа, терапиялық және микромассаждық қасиеттері бар деп. Бұл қасиеттердің мына менің YouTube арнама тіркелсеңіздер, сообщество деген вкладкаға кірсеңіздер, сонда мен ақпарат қалдырып кетемін осы қасиеттер туралы. Осы роликке кіргізбеуге шештім, ролик ұзақ болып кетеді. Сообщество деген вкладкаға кіріп, сол жақтан оқыңыздар. Қисайған омыртқаны түзетуге, бұлшықет ауруларына және омыртқа ауруларына емдеуге арналған және ауруларды алдын алуға арналған жилет артрейд ұзақ мерзімде сіздердің ақшаларыңызды үнемдейді. Я приобрела компания Артрейд изделие. Это был жилет. Я пенсионер, пенсия небольшая. Очень страдаю заболеванием сустава. Особенно страдаю болезнями спины, коленей. Я тут же накинула на спину жилет. У меня в это время сильно болела спина. Я уже какими только мазями не пользовалась. И согревающими, и охлаждающими. И все это на какой-то момент снимало болезни эти, боль. А потом все снова возобновлялось. И вот, значит, я сразу тут же, открыв посылку, примерила на себе жилет. Походила 20-30 минут, точно не помню, но я почувствовала сразу такое облегчение. Мне захотелось летать, а точнее что-то сразу по квартире делать. Я проделала такие вот сеансы небольшие в течение 2 недель. Каково же было мое удивление. Боль в спине прошла, и я до сих пор чувствую себя прекрасно. Я забыла за боль в спине. Кроме того, у меня в шейном отделе была какая-то шишечка, опухоль. И она прошла. Я очень удивилась. Я поняла, что это необыкновенное чудо. Жаль, что не могу себе позволить многого, но хотелось бы еще что-то приобрести от компании Artrade. Спасибо вам огромное, хочу сказать. Қымбатты жерлестер, егер де сіздерде де омыртқа аурулары немесе бұлшықет аурулары болса, және солардан біржолата емделіп кеткіңіз келсе, онда біздің интернет дүкенге кіріп заявкаларыңызды қалдырсаңыздар болады. Немесе бізге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен Ресейдегі Светлана Валентина деген сатушы әйелдің бағасымен сатамын. Үстінен баға қоспаймын ешқандай. Сондықтан сіздер Светланадан алсаңыздар да, немесе менен алсаңыздар да, сондай
бір бағаға айналады. Қазақстанның барлық қалаларына және ауылдарына пошта арқылы жеткіземіз. Сонымен қатар Азия болсын, Америка болсын, Европа болсын, барлық елдерге жеткіземіз. Сондықтан қымбатты жерлестерім, алатын болсаңыздар, менен алыңыздар, тапсырыс жасап, мен де сіздер үшін қазақша ақпаратты материалдарды жасап, дайындап, шығарып жатырмын. Сіздер үшін тырысып жатырмын. Ал енді қымбатты жерлестерім, ең бастысы әрі маңыздысы, қазіргі кезде елімізде балалардың арасында мүгедектік көбейіп бара жатыр. Мысалы, Астана қаласындағы туып жатқан балалардың 40% мүгедек болып туады екен. ДЦП, аутизм, дауна, осы сияқты қорқынышты аурулармен туады екен. Бұл барлығымызға алаңдататын жағдай. 40% деген бұл өте көп, үлкен статистика. Бұл қолмен жасалып жатқан статистикаға ұқсайды. Басқа облыстарда да балалардың арасындағы мүгедектік көбейіп бара жатыр. Бұл деген сөз, еліміздегі әрбір екінші немесе үшінші отбасында осындай балалар бар деген сөз. Және бұндай аурулардың статистикасы ауруларға қарсы тұрмаса, ауруларды алдын алмаса өсе береді. Ең қорқыныштысы, бұндай балалар болашақта елімізді қорғап қала алмайды, сақтап қала алмайды. Бұндай балалардың тууының себебі елімізде тамақтың сапасы, судың сапасы, дәрі-дәрмектердің сапасы, прививкалардың сапасы өте төмен деңгейде. Өздеріңіз білесіздер, көп тамақ өнімдерін, дәрі-дәрмектердің көбін біз сырттан кіргіземіз. Көптеген осы кіріп жатқан өнімдердің, заттардың сапасы да бір құдай біледі, қандай екенін. Айта берсе әңгіме көп. Ұзын сөздің қысқасы, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту үшін халыққа бағдарланған халықтық экономикалық инфрақұрылым құру керек. Себебі тек қана қоғамдық экономикалық инфрақұрылым, қоғамдық экономика ғана кез келген қоғамдың прогресіне, дамуына шешуші күш болады. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, қазіргі біздің қоғамымыздағы, халқымыздағы болып жатқан көптеген халықтың мәселелерінің түбінде экономикалық мәселелер жатыр. Сондықтан осының барлығын экономикалық деңгейде шешу керек, мәселелердің барлығын. Халықтың басын қоса алатын, халықтың әл-ауқатын жақсартылатын, халықтың санын көбейтетін, халықтың өмір сүру сапасын жақсартатын тек қана қоғамдық экономика. Барлығымызға экономиканың өнімдері қажет. Тамақ болсын, машина болсын, киім болсын, үй болсын, барлығы бұл экономиканың өнімдері. Осы экономиканың өнімдерін біз өзіміз өндіруіміз керекпіз, өзіміз тұтынуымыз керекпіз, артылғанын сатуымыз керекпіз. Сол кезде барлығы қалпына келеді. Айта берсе әңгіме көп, құрметті жерлестерім. Бұл тақырыпты келесі бейнелерде ашып толығырақ айту керек. Қазіргі осы бейнемен қысқартайық, әйтпесе ұзақ болып кетеді. Айтайын дегенім, құрметті жерлестерім, осындай міне микросферлардан жасалынған артрейд өнімдерін менен алыңыздар. Сіздерден түскен табыстың бір бөлігі осындай міне халыққа бағдарланған қоғамдық экономикалық инфрақұрылымның құрылысының құруына жұмсалынады. Тек қана біз халық биліктің жалғыз көзі болып табыламыз. Осыны құрметті жерлестерім ұмытпайық. Біз барлығымыз халық болып, әдемі, саналы, сапалы, лайықты өмір сүруге әбден лайықтымыз.
Ал енді қымбатты жерлестерім, осы бейнедегі ақпарат сіздерге пайдалы болса, онда жақындарыңызға, таныстарыңызға, достарыңызға, кімге қажет осындай ақпарат, сол кісілерге таратыңыздар, бүкіл біреуге қажет болады. Және аямай лайктарыңызды қойыңыздар. Алмас Дүкенбайұлы деген YouTube арама жазылып кеттіңіздер. Қоңыраушаны басып кеттіңіздер. Сонымен бірге комментарийларға пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ал келесі кездескенше аман болайық, сау болайық.